Бүгінгі таңда елімізде 20 миллион 200 мың шамасында халық тұрады. Оның үштен бірі, яғни 6 миллиондайы жастар. Бұлар отанымыздың келешегі. Елдің әлеуметтік, экономикалық және саяси дамуы жас буынның білімділігіне, отаншылдығына және белсенділігіне тікелей байланысты. Дүниенің дегбірін қашырған деструктивті діни ағымдардың да қармаққа іліктіруге тырысатын басты нысанасы осы жастар болып отыр. Өйткені санаға билік жүргізудің сан тәсілін жетік меңгерген олар, жастарын бағындырған елдің өзінде бағындыру оңай екенін жақсы біледі. Жас буынның санасын улау олар үшін болашаққа салынған инвестиция іспеттес. Бүгін болмаса да ертең жемісін беретін егін. Түрлі теріс ағымдар осы мақсатта интернет кеңістігінде өз жұмыстарын белсенді жүргізу үстінде. Соның бір мысалы, қазақтың ежелден қалыптасқан салт дәстүрі мен ырым-тыйымын Құдайға серік қосу, харам амал деу арқылы ұлтты өз тарихы мен болмысынан бездіру. Өкінішке қарай, дәстүрі мен салтының шығу тегінен хабарсыз жас буын өкілдері, олардың эмоцияға негізделген жалған сөздеріне тез алданып, Құран мен хадисте жоқ амалдардың бәрін адасушылыққа шығарып жүр. Бір ғана мысалға тоқталып кетсек, қазақта бөбек жатқан бесікке үкі тағатын ырым бар. Бүгінде көп адам мұндай амалдың қайдан шыққанын, оның түп төркінінде не үшін жасалғанын білмейді. Бір ауыз сөзбен баланы жын шайтаннан қорғайды дейді. Бұны естіген теріс ағым өкілдері де ұлтымыздың осы ырымын өз мақсаттарына пайдаланып қалып жатыр. Шын мәнінде бір түйір үкі қаурысынның баланы жын шайтаннан қорғайтынына деструктивті діни ағым түгіл, көкірегі ояу, көзі ашық азаматтарда күмәнмен қарайды. Сонда оның астарында не бар? Салт дәстүрді зерттеуші, этнограф Сәкен Алдашбаевтың айтуынша, үкінің қаурысынан бесікке ілу баланы белгілі бір тылсым күштен не келе жатқан сәтсіздіктен қорғай алмайды. Бірақ кезінде қазақ көшіп қонып жүріп керегені, туылдырықты түріп қойған кезде даладағы жылан, тышқан секілді жәндіктер бесіктегі балаға тиіспесін деп білген. Себебі үкі жылан мен тышқан жейтін құс. Яғни үкінің есі шығып тұрса, зиянкес жәндіктер балаға келмейді. Кейін бесікке үкі тағудың осынау бастапқы мәні ұмытылып, тек ырым түрінде ғана сақталып қалған. Міне, қазақтың әрбір ырым-тыйымы мен салт дәстүрінің тарихы мен шығу төркініне үңіліп көрсек, осындай бір қажеттіліктің болғанын көреміз. Бүгінгі жастарға айтарымыз, таяз ойлап, тереңіне бойламай жатып, ата-бабамыз адасқан ба деген күмәнді ойға барудың жөні жоқ. Құраны мен құманы қолынан түспеген аталарымыз дініне берік болып, сеніміне селкеу түсірмеген. Намаз мен оразасын қаза қылмаған. Сөйте тұра әдет ғұрпы мен салт дәстүрін мансұқтап, қағынан да жермеген. Бүгінгі ұрпақ өзінің өткеніне үңіліп, көбірек білім алып, ата-бабамыз салып кеткен сара жолдан айнымаса, ел ішіне бүлік салуды мақсат тұтатын түрлі арандатушы топтар мен ағымдардың ықпалына да түспесі айдан анық.